жаңағы ғылымның нәтижесі жоқ, маңыздылығы төмен, бүгінгі ғылымның бір жетістігі жоқ. Қазақ халқының ішіндегі ең тұңғыш болып Лениндік сыйлықты алған 1958 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев болатын. Жүсіпбек Аймауытұлының Қанышқа әсер етпеді. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев ғылым академиясының алғашқы президенті. Абайды Абай қылған Мұхтар, Мұхтарды Мұхтар қылған Абай. Міне екі ұлы достық, екі қазақтың ұлы тұлғасы бүкіл елімізді әлемге танытты. Құрметті көрермен, Шәкәрім университеті табысты тұлға айдары бойынша подкаст ұсынатын болады. Жаңа айдарымыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі Алтынбек Нұхұлы. Қадірлі Алтынбек Нұхұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алтынбек Нұхұлы, біз өзіңізді ғылымның түйткілді мәселелерін көтеріп, осы отандық ғылымның дамуына жанашырлықпен қарайтын, бір түйіні шешілмеген мәселелердің оң шешімін табуға әрқашанда ұйытқы болып жүретін жақсы істеріңізге куәміз. Сол себепті осы алғашқы сұрағымызды осы отандық ғылымның дамуынан бастайтын болсақ, жақында ғана қабылданған ғылым және технологиялық саясат туралы заң қабылданған болатын. Осы заң енді біздің қазіргі қоғамдағы түйткілді мәселе өндіріс пен ғылымды байланыстыра алар ма екен? Қалай ойлайсыз? Сұрағыңыз өте орынды. Мынау сұраққа жауап бермес бұрын алдымен айтарым, Семей киелі жер ұлылар ұясы болғандықтан, оның ішіндегі Данабайдың шапағатын жалғастырған Шәкәрім атындағы Семей қаласының университетіндегі сіздердің 90 жылдық тойларыңызбен, мерей тойларыңызбен құттықтай отырып, өздеріңізге білім, ғылым, мәдениет, жалпы мынау соған салаларды дамытатын кадр мәселесіндегі үлкен жетістіктерге жете бергілеріңізге тілектестігімді білдірем. Тойларыңыз құтты болсын. Белгілі Шәкәрім университетінің жеткен жетістіктері 90 жылда өте көп. Сол жетістіктерді әрі қарай үлкен биіктерге көтере білетін университет басшысы Думан Арымғариұлы өзіңізге осы жолда үлкен табыстар тілегім келеді. Табыс деген сөзден шығады, өзіңіз жаңа табысты тұлға деген айдармен ашып жатқан подкасттарыңыз. Соның алғашқы қонағы ретінде қойылып отырған сұрағыңызға жауап ретінде айтарым, әрине ғылымның жолы оңай жол емес, ауыр жол деп те айтамын. Бірақ та егерде өзінің нәтижесін көрсете білсе, нағыз табысты жол осы ғылым жолы деп айтуымызға болады. Енді жасыратын жоқ, осы тәуелсіздік алынғалы бері қазақ еліндегі мына 30 жылдан астам уақыттың ішінде кешегі заңғар ғалым, ғұлама ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың құрған ғылым академиясының аздаған ба көптеген ба қиындықтарға ұшырап, тіпті жабылу деңгейіне дейін жеткені ғылымға деген кері әсерді білдірді. Міне осыны түзеу жолында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы президент жанында арнайы ғылым академиясын қайтадан мемлекеттік статус беріп қайтарды. Енді үлкен үміттері бар. Әрине, кеше ғана мемлекет басшысының өзінің осы жасаған жолдауларында әрқашан ғылымға деген көңілі, ойы, ниеті бөлек болып отырады. Соның бірі, тағы бір жақсы сөздері, мынау ғылымы дамыған ел мықты ел болады деген сөз.
ғылымды дамыту жолында жасалынған жұмыстар, жаңа өзіңіз қойған сұрағыңыз, ғылым және технологиялық саясат туралы заңның қабылдануы. Мен әрқашанда айтып жүрем, жалпы бар ғой мынау ғылым ғана емес, білім, мен екеуі егіз сала болғандықтан, білімдегі кеткен кемшіліктер, соның көбі қазіргі мынау 2019 жылы соңында қабылданған педагог мәртебесі туралы заңнан кейін сол салада көптеген өзгерістер болып жатыр. Себебі ол салаға жаңадан қаражат құйылды. Қаражат құйылғаннан кейін ол саланың дамуы да өз деңгейінде көтеріле беретіні сөзсіз. Ал енді мына биылғы қабылданған ғылым және технологиялық туралы заң, бұл алдыменен ғылымды дамыту саласы, оның барған нәтижесін практикалық түрде, яғни прагматикалық түрде біздер қарайтын болсақ, ғылымда жеткен ашылған жаңалықтардың барлығын, болмаса да соның негізгілерін, керектілерін, мынау қазақ елінің экономикасын дамытудағы локомотив ретінде бір кішкене алға сүйреп қозғайтын мықты ғылыми жаңалықтардың өндірістің түрінде көріне білуі. Ол үшін ғылым мен өндірістің байланысын дамыту керек. Бізде көп жағдайда жасыратыны жоқ, ашылған жаңалықтарымыздың барлығы қағаз жүзінде қалып қояды. Ал енді қағаз жүзінен соны жаңа өндіріске кіргізу мәселелері. Сол үшін мынау ғылым және технологиялық саясат туралы заң, бұл алғашқы баспалдағы болады деп ойлаймын. Яғни кешегі ғылымда өте жоғарғы дәрежеге өндіріспен мықты байланыстыра білген Қаныш Сәтбаевтың жасап кеткен істерін жаңа тұрғыдан бүгінгі форматта көтере білетін болсақ, онда еліміздің экономикасына да жаңа қабылданған заңдардағы істер өндіріске деген қадамды, алғашқы мүмкіндікті қадамдардың бір керектілерін жасайды деген ойым бар және үмітім зор. Рахмет, Алтынбек Нұқұлы. Жаңа жалпы бүгінгі күнде қоғамда осы ғылым мен ғалымға деген сын көп. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, барлық көп ғылымның нәтижелері бізде есеп ретінде жаңағы бюрократиялық тұрғыда ғана қарастырылып, бір қағаз бетінде қалып қояды әр жаңағы архивтерде дегендей. Осы жағынан сіз жалпы осы ғалым ретінде жаңағы осы біздің қоғамдағы әртүрлі ой пікірлерге келісесіз бе, мысалы, или жоққа шығара аласыз ба? Жаңағы ғылымның нәтижесі жоқ, маңыздылығы төмен, бүгінгі ғылымның бір жетістігі жоқ дегенді көрнекті ғалым ретінде жоққа шығара аласыз ба? Бұл оймен келісуге де болады, келіспеуге де болады. Себебі жаңа тегін айтып отырған жоқпын ғой. 30 жылдағы ғылым саласына жасалынған кедергілер дейіп айтамыз ба, немесе осы қаншама қаражат бөлінсе де, солардың көбі қазақша айтқанда құмға құйған су сияқты болып кетіп жатыр. Мен осы мәселелерді көп жағдайда басшыларға, жаңағы ғылым саласындағы министрға да кіріп айтқан болатынмын. Бізде мысалы жасыратын жоқ, қазір миллиардтаған қаржылар да бөлініп жатыр ғылымға. Енді солардың нәтижесі қалай болады деген сұрақ өзінен өзі келіп туады. Әрине, нәтиже жоқ емес. Мысалы барға мен кейбір технологиялық істерді, мынау өзім химик болғаннан кейін нық түрде айта аламын. Мысалы технология саласында металлургиялық заводтар дейміз ғой енді, солардағы отқа төзімді кірпіштерді жасап шығаруда үлкен бір технологиялық істер жасалынды. Олар бар ғой, өзінің нәтижесін де беріп жатыр. Мысалы бар ғой, бұрынғы
ескі технология бойынша металлургиялық заводтардағы үлкен металл қорытатын пештердің қоршалатын кірпіштері бір айдың ішінен кейін ремонт жасалынып отыратын болса құлап қалып. Ал қазіргі жаңа бір технология ұсынып жатқан олар 3 айға дейін созылады. Яғни экономикалық жаңа айтып отырған қаражатты үнемдеу ғой. Сіз 1 ай сайын ауыстырасыз ба, әлде 3 ай сайын ауыстырасыз ба? Міне сондықтан да осындай технологиялық дүниелер, немесе жуырда ғана министрдің айтқан мынау селен мәселесіне байланысты. Олардың барлығын кезінде бар ғой, көп дүниелерді осы Қаныштың заманында үлкен дүниелер ашылды. Әсіресе бар ғой, оны кісінің көп жағдайда айтылмайды. Жұбайы Таиса Алексеевна Кошкина мынау қазіргі сирек металдар, рений, осмий, соларды жезқазғанның рудаларының ішінен алғашқы ашқан адам. Ал қарап отырсаңыз, олардың өте 1 грамының өзі бәрен $1000 тұрады. Ал онда соның барлығын дер кезінде мынау өзіміздің экономикамызға құялатын болсақ, оларды дұрыс ашып қолдана білетін болсақ, ол бір ғой шын мәнінде өзінің пайдасын келтіреді ғой. Міне осындай технологияларға бір-екеуін ғана келтіріп отырмын. Ондай технология жоқ емес. Авторлық куәліктер, патенттер мен бекітілген жаңа жаңалықты дүниелер бар. Солардың барлығын шын мәнінде қағаз жүзінде қалып қоймай, жаңағы өндіріске кіргізу жолы. Бірақ бізде үлкен проблема бар. Қандай? Ол өндіріс пен жаңағы ғалымдардың арасындағы ортада бір звено сияқты орта. Ол бұрын совет заманында конструкторлық бюролар болатын. Орта, немесе арнайы лабораториялар. Жаңа экспериментті сол жерде жасап алып, одан кейін тура өндіріске кіргізетін жағдай. Міне осылар жағын ойланып дамытса деген ойлар бар. Енді бірақ қазір ғылымға байланысты үлкен істердің бірі, білімге байланысты мынау Саясат Нұрбек, ғылым және жоғары білім министрі, ол кісі қазір жаңа шетелдік дамыған университеттердің филиалдарын осы мемлекетіміздегі университеттерді ашып жатыр. Оны өзіңіз куәсіз. Сондықтан да соларда да үлкен үміт артамыз. Олар тек қана білімді ғана емес, ғылыми жағынан да үлкен жаңалықтарға, университеттерге бір серпін береді деген үлкен үмітім бар. Алға жетелейді дейсіз ғой. Жаңа өзіңіз ашық дәрісіңізде де айттыңыз, Қаныш Имантайұлы Сәтпаев алғашқы ғылым академиясының алғашқы президенті. Сол Қаныш заманында жаңағы зерттелген ғылыми зерттеулер өндіріске еніп жатты деп. Енді қазіргі сондағы біздің қазіргі қоғамдағы осы ғылымның өндіріске жетпейтіндігі бір ортамызда, жаңа ғалым мен өндірістің ортасында бір жалғастыратын бір ұйымдар жоқ, сонда жаңа конструкторлық бюро ретінде болса да, немесе жаңа технопарк ретінде болса да. Енді мен жаңа жақсы айтып өттіңіз, жаңағы қазіргі шетелдік университеттердің келуі, осылай коллаборацияның арқасында осылай аймақтық университеттердің жанынан осындай бір ұйымдар ашып, инженерлік центрлер, технопарктар ашып, енді осы жалпы экономиканың драйвер негізі аймақтың дамуында аймақтық университеттер болуы тиіс қой. Жалпы енді Алтынбек Нұхұлы қазіргі заман, өзіңіз білесіз, технологияның дамыған қарыштап күнде бір өзгерістердің заманы болып жатыр. Осы заманда жаңағы интернет желісі болса да, әртүрлі технологиялар, жоғары технологиялар болса да, бірақ біз осы сәтте жаңағы ұлттық құндылықтарды, енді университет болғаннан кейін алдымен біздің осы ұлт тәрбиелеу, ұлттың болашағын тәрбиелеу, руханиятты насихаттау деп жаңа жақсы ашық дәрісіңіз айттыңыз ғой. Осы тұрғыда шәкәрімнің ар ілімі, жаңа өзіміз айтқан Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың осындай ғылымға баулуы деген сияқты тұрғыда осы жалпы ұлттық құндылықтарды қалай жоғалтып алмаймыз? Қалай жалғастыруымыз тиіс? Өте орынды сауал. Шын мәнінде мынау Қанышты айтқан кезде ол кісінің ғылым, өндіріспен байланысы үлкен мынау биік деңгейге көтеріп
қана қою емес, сонымен қатар ол кісі жан жақты болғандығының әсері сол, жаңағы руханият, ұлттық құндылықтарға өте дер кезінде көңіл бере білген. Соны кейде ойлаймын, осыған қандай себептер бар? Жаңағы өзінің ортасы, ата бабасы, мықты адамдар тектілігі, ортасы тәрбиелеу бір бөлекте, одан кейін осы семей, мұғалімдер семинариясында алған білімі, ондағы орта, ең бастысы өзінің өмірлік жан жолдасы Мұхтар Әуезовпен осы жерде кездесуі, осы елде танысуы және дос болып, ұлы достықтың басталуы. Енді қарап отырыңыз, сол руханият, ұлттық құндылықтар мәселесіне келген кезде, ол Мұхтардың Жүсіпбек Аймауытұлының Қанышқа әсер етпеді дегеніміз, ол жалғандық болар еді. Яғни ортаны тәрбиелеу мәселесінде өзінің алған ортадағы жаңағы тәрбиелік мәселенің басқа жолдастары, өзімен қатар оқыған Жүсіпбек Аймауытұлы, қазақтың заңғар жазушысы, керемет ғаламат жазушысы деп айтуымыз керек. Ол кісінің әрбір айтқан сөздері Қаныштың құлағына құйыла берген сияқты көрінеді мен үшін. Ал енді Мұхтар өмір бойы мынау алаш қайраткерлерінің Әлихан бастаған көсемсөз иесі ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы қостаған Оян қазақ деген Міржақып Дулатұлының идеяларын өздері жеткізе алмай кетсе де, ізбасарлар ретінде осы семей мұғалімдер семинариясының түлектері алаш қайраткерлерінің нағыз ізбасарлары болып, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтпаев, Әлкей Марғұландар кеңес үкіметі заманында жеткізе білді. Міне соның бір айғағы ретінде былай айтуымыз керек. Қазақ елін әлемге алғашқы танытқандардың бірі бұл Қаныш Сәтпаев пен Мұхтар Әуезов. Әрине Мұхтар Әуезов өзінің руханият жаңа саласындағы, жалпы әдебиет саласындағы жасаған ісі ол Абай жолы романы. Ал енді Абай жолы романын жазу, оны шығару, соның барлығына кейіннен Абайды Абай қылған Мұхтар, Мұхтарды Мұхтар қылған Абай деген сөздің өзін Қаныш айтты деген ойлар бар, сөздер бар. Ал енді ғылымдағы жеткен жетістіктері арқылы Қаныш металлогениялық жаңағы айтып өткен карта 358 кең орны болатын, біз соның 331-і дәлелденіп ашылғандығының нәтижесінде болжам картасының жасаған істеріне қазақ халқының ішіндегі ең тұңғыш болып Лениндік сыйлықты алған 1958 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтпаев болатын. Ал бұл сол замандағы, кеңестер замандағы Нобельдік сыйлықтан кем болмайтын. Өйткені біздер Нобельдік сыйлыққа қазақтар немесе Советтер одағында ешкім қатыса алмайтын, ол ұсына сондықтан өзінің Лениндік сыйлықты алғаш қалды. Ал келесі жылы 1959 жылы Абай жолы романы үшін Мұхтар Әуезов болды. Көрдіңіз бе? Міне екі ұлы достық, екі қазақтың ұлы тұлғасы бүкіл елімізді әлемге танытты. Керемет. Қарап отырсаңыз, бұл енді жаңағы ғылым менен руханияттың ең тығыз, ең биік, ең бір қадірлі көрінісі болып көрінеді. Екі ұлы тұлғаның достығы бүкіл мақтаныш көретін ұлы тұлғалар деңгейіне көтергізді. Тамаша. Алтынбек Нұхұлы, жақсы айттыңыз. Ғылым мен руханиятты байланыстырған осындай университет қабырғасынан қазақ елінен алғашқы Нобель сыйлығының иегерлері шықсын деген тілекпен бүгінгі сұхбатымызды аяқтауға рұқсат етіңіз. Жақсы, өздеріңізге де үлкен табыс тілеймін. Ашық пікіріңізбен бүгінгі келелі сұхбатыңыз үшін Шәкәрім университеті ұжымының атынан сізге алғыс білдіреміз. Ел үшін жасап жатқан ерен еңбегіңіз толағай табыстарға
толы болсын. Құрметті көрермен, Шәкәрім университеті табысты тұлға айдарының түсіріліміне өз пікірлеріңіз бен ұсыныстар білдіреді деген сенімдеміз. Келесі кездескенше.